Ана, әже деген екі сөзді қандай керемет үндестік жатыр. Қыз өссе елдің көркі деп қазақ тегін айтпаған. Бүгінгі тұлмышағы желбіреген қыз, ертеңгі ана, үлкен әже. Дүниеге небір ұлы тұлғаларды әкелген аналар, әр қарай өзінің тұлға болып қалыптасуына дұрыс бағыт бағдар берген әжелер аз емес. Сондай әжелердің бірегейі ұлы Абайдың әжесі Зере. Зеренің әкесі Бектемір момын адам болғанымен, аталы сөзді айталатын көкірегі ояу жан екен. Мұхтар Әуезов Абай ғұмырнамасында Зере кісі ренжітпейтін, жұмсақ мінезді, сабырлы адам болған деп суреттейді. Ол кісі өте кең, кедей-кепшіктің балаларын да өз балаларындай мейіріміне алған. Ел ол кісіні үлкен әже деп құрметтеген екен. Сол құрметті көрген Құнанбай шешесін қатты сыйлап, алдынан кесе келденің өтпей қатты жақсы көрген. Өмір шындығын арқау еткен эпопеядан Зеренің Абайға деген ерекше ықыласын байқаймыз. Басқа немерелер бір төбе, Абайым менің бір төбе деп Ибрагимді ерекше ықыласпен еркелете білген. Абайға ертегі аңыздардан бастап, қазақтың бай ауыз әдебиетімен таныстырып қана қоймай, бала Абайды жетелеп жүріп, елдің салт дәстүрін, жөн жоралғысын таныстырып, ақынның ой өрісін, еліне деген сүйіспеншілігін арттырған да осы Зере әжесі. Ұлы Абайдың анасы Ұлжан да өтті көреген, сөзге шешен, ақылды әйел болған деседі. Үйдің жақсысы ағашынан, ұлдың жақсысы нағашынан деп тегін айтылмаған. Жалпы қазақ халқының ұрпақ тәрбиесінде жіті көңіл бөлгені бәрімізге белгілі. Атаның ақылымен, ананың ақ сүтімен дарыған Абайдай дана, шәкәрімдей ғұлама, шоқандай шоқтығы биік тұлғалар қалыптасқан. Қазақ қоғамында әже ұлт дәстүрінің алтын арқауы, тәрбие бастауы болады. Алып та анадан, ақын да анадан деп қазағымыз тегін айтпаған. Осы орайда менің айта кетейін дегенім, Қазақстанның халық артисі, кино актер, режиссер Досқан Жолжақсыновтың Құнанбай атты көркем суретті фильмін көрген етімін. Әрине барлығымыз көрдік қой. Сол фильмде осы Абайдың балалық шағынан бастап, жігіттік шағына дейін түгел керемет қып суреттеп көрсетіп, оған әрине Зере әжесінің керемет бейнесін сомдаған біздің облыстық драма театрының актрисасы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Салықова Нұрсейбет апамыздың еңбегі орасан зор. Өйткені Зере әжеміздің бүкіл дене бітімі, жүріс тұрысы, сөз саптауы, ақыл парасаты, немересіне деген сүйіспеншілігі, еліне деген ұлтжандылығының бәрін керемет қылып көрсеткен. Сол жерде әрине Абайдың да осындай ұлы дана болатынына бүкіл көрермен бәріміз көзіміз жетті осы Зеренің бейнелеген образына қарап. Сондықтан менің айтайын деген сөзімді қорытындылайын дегенім, ұлы дүниеге сәби ұлы болып тумайды, оны тәрбиелейді, оны үйретеді, оны көрсетеді. Әрине ол ана сүтімен дариды, әжесінің тәрбиесімен қалыптасады.